Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Міне, 1-2 күннен кейін қасиетті Рамазан айы кіріп келеді. Осы айды біз ұзақ күттік. Алла тағаланың бізге берген ең үлкен нығметтерінің бірі, осы ай арқылы Рамазанда ораза тұту, ауыз бекіту арқылы біз денсаулығымызды және рухани дамуымызға және психологиялық жай-күйімізге пайдалы әсер ететін бір құлшылық жасаймыз. Осы видеода сіздерге оразаның денсаулыққа пайдасы туралы айтатын боламын. Сондықтан видеомды соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Комментарияға сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Оразаның денсаулыққа бірінші пайдасы ол ас қорыту жүйесінің демалуы. Яғни ораза ұстау, ұзақ уақыт ашу арқылы қазанымыз, ішектеріміз демалады. Олар өз-өзін қалпына келтіре алады. Екінші пайдасы зиянды токсиндердің шығарылуы. Ораза кезінде ағза табиғи жолмен өзін тазарта бастайды. Қорда жиналған майлар энергияға айнала бастайды. Үшінші, зат алмасу процесін жақсартады. Ашығу инсулин деңгейін тұрақтандырып, қант диабеті ауруларын алдын алады. Төртінші, иммунитетті күшейтеді. Ораза кезінде ағза ескі және зақымдалған жасушаларды жойып, жаңа жасушаларды күшейтеді. Яғни ескі жасушалар апоптоз арқылы жойылып отырады, жаңа жасушалар күшейіп, иммунитет қалпына келеді. Сондықтан осы пайдалы ақпараттарды пайдаланып, оразаға ниеттеніп жүрген мұсылман қауымның ниеттері қабыл болсын, ұстаған оразалары қабыл болсын, және денсаулықтары мықты болсын деген осындай ниетпен сіздерге осы видеомды аяқтаймын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басуды және достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.